Ата-анаңызға қартайған кезде оларға көбірек көңіл бөліп, қарап жағдайын жасағаныңыз өте жақсы, бірақ олардың денсаулығына қарау әрбір перзенттің бұрышы. Ата-анамыздың бір жері ауырса, баласына айтпайды, себебі баласын ойлайды. Қойшы, балам шаршап жүр, өзінің проблемасы көп деп, қашан ауру асқынып құлағанша ешкімге айтпайды. Сол үшін балалары өздері сұрап тұру керек. Қан қысымын өлшетіп, дәрілер бар жоғын, дәрілер таусылып қалды ма, жоқ па біліп тұру керек. Егер түсініксіз болса, міндетті түрде дәрігерге көрсету керек. Маған ауыр жағдайда науқастар келеді. Балдарының айтатыны: доктор, не істеу керек болса істейміз, қандай дәрі болса табамыз, өтініш, ата-анамызға жақсылап қарап беріңізші деп көп айтады. Мен сұрайтыным: қанша уақыт болды ауырып жүргеніне, қандай дәрі ішеді, қан қысымы қалай болып жүр деп сұраймын. Бірақ өкінішке орай жауап бере алмайды. Сол үшін ата-ананың денсаулығы бала үшін бірінші орында болу керек. Ата-ананың денсаулығына қарау әрбір перзенттің бұрышы деп білемін. Ата-аналарымыз аман болсын.